Сәлеметсіздер ме, 6-шы сынып оқушылары? Бүгін сіздермен Қазақстан тарихынан алғашқы бөлімді бастамақшымыз. Ол 6-шы және 9-шы ғасырлардағы Қазақстан уақытын қамтылады. Сабақтың тақырыбы кіріспе сабақ. Зерттеу сұрағы орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы нені оқытады? Оқу мақсаты орта ғасырлардағы Қазақстан тарихына жалпы шолу. Бағалау критериясы. Білу және түсіну. Орта ғасырлар кезеңінде орын алған саяси өзгерістерді атайды. Сыни ойлау. Ежелгі дәуірмен салыстырып, орта ғасырлардағы саяси картадағы өзгерістерді түсіндіреді. Енді ең алғаш біз өзіміздің сабағымызды бастамас бұрын 5-ші сыныпта өткен Қазақстан тарихындағы жалпы тақырыптарға шолу жасап еске түсіріп өтейік. Сіздермен біз Қазақстан аумағында 1 миллионнан астам жыл бұрын пайда болған алғашқы адамдарды өткен болатынбыз. Ол алғашқы адамдар аңшылықпен, терімшілдікпен айналысты, тастан және ағаштан жасалған еңбек құралдарын қолданды. Біртіндеп адамдар еңбек құралдары мен қаруларды жетілдіріп, шаруашылық қызметі түрленіп, күрделене бастаған өткен болатынбыз. Ежелгі қоғам қарапайымнан күрделі формаларға дамыды. Алғашқы рулы қауым, тайпалар, тайпалық бірлестіктерге ауысқандығын, кейін Қазақстан аумағында алғашқы мемлекеттер бірлестіктердің пайда болғандығын және көшпелі сақтар, ғұндар, үйсіндер, қаңлы, сармат сияқты мемлекеттердің пайда болғандықтары туралы өткенбіз. Олар біздің халқымыздың тарихы мен мәдениетіне өшпес із қалдырды. Дәл осы уақытта ұлы дала жазығында ата-бабаларымыздың бірегей көшпелі өркениеттің қалыптасуына үлкен үлес қосқан мемлекеттер еді. Енді сіздермен өткен тақырып бойынша кесте берілді. Берілген кестеде өмір сүрген уақыты, орналасқан аумағы көрсетілген. Яғни осы ұяшықтарды дәптерлеріңізге орындап шығуларыңыз керек. Енді біз өзіміздің жаңа тақырыбымызға көшсек. Жаңа тақырыбымыз орта ғасырлар кезеңі қай аралықты қамтиды? Яғни орта ғасырлар кезеңі 6-шы және 17-ші ғасырлар аралығын қамтиды. Орта ғасырлар кезеңі 3 кезеңге бөлінеді. Ерте және дамыған орта ғасырлар, 2-ші моңғол шапқыншылығы кезеңі, 3-ші қазақ мемлекетінің қалыптасу кезеңі. Сіздермен біз бір жыл Қазақстан тарихы өту барысында, яғни осы берілген тақырыптар бойынша олардың өмір сүрген уақыты, жер аумағы, соғысқан мемлекеттері, шекаралары, экономикасы мен әлеуметтік жағдайларымен біз таныс боламыз. Бірінші 6-шы ғасырдан 13-ші ғасырдың басына дейінгі түркі кезеңі деп аталды. Бұл түркі кезеңінде түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, түргеш, қарлұқ, қимақ, қыпшақ, қарахан, оғыз мемлекеттері сияқты алғашқы түркі кезеңінде қалыптасты. Сонымен қатар 6-шы және 13-ші ғасырларда Евразия құрлығында мемлекеттердің барлығында орта ғасырлық мәдениет ескерткіштері көрініс тапқан болатын. Сонымен бірге араб басқыншылығы түркілер өміріне елеулі өзгерістер әкелді. Алғашқы араб әліпбиі енгізіліп, жаңа дін ислам кіргізілді. Сонымен қатар архитектура және өнер түріктердің рухани мәдениеті қалыптасқан уақыты деп айтамыз. Осы уақытта орта ғасырлық түркі әлемі Евразиялық өркениетке жалпы адамзат мәдениетінде өлшеусіз үлес қалдырған Әбу-Насыр әл-Фараби, Ахмет Яссауи, Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағұни сияқты және тағы басқа ұлы ғалымдар мен ойшылдар да шыққан болатын. Бұл кісілердің өмірімен, шығармаларымен алдағы уақытта таныс боласыздар. Орта ғасырлар дәуірінің 2-ші кезеңін атайтын болсақ, бұл моңғол шапқыншылық кезеңі деп аталады.
моңғол шапқыншылық кезеңі деп аталады. Қазақстан жеріне басып кірген моңғол тайпалары 14 ғасырда толық түркіленеді. Алтын Орда мен Шағатай ұлысы ыдырайды. Нәтижесінде Қазақстан аумағында түркі мемлекеттер Ақ Орда, Әбілхайыр хандығы, Ноғай ордасы, Моғолстан, Сібір хандығы құрылады. 14 және 15 ғасырларда түркі тілдес тайпалардан құрылған қазақ халқының қалыптасу үрдісі аяқталады. Орта ғасырлар уақытының енді үшінші кезеңі. Үшінші кезеңі 15 ғасырдың ортасы мен 17 ғасырлар аралығын қамтиды. Бұл уақытты біз қазақ мемлекетінің қалыптасып даму кезеңі дейміз. 15 және 17 ғасырларда қазақ хандығы этникалық шекараларын белгіледі. Қазақ мемлекетінің нығаюына Қасым, Хақназар, Тәуекел, Есім сияқты және тағы басқа маңызды үлес қосқан хандарымыз үлкен рөл атқарды. Олар қазақ жерінің сыртқы басқыншылардан қорғап, кейінгі ұрпаққа ұлан-ғайыр аумақты қалдырды. 15 және 17 ғасырларда қазақ хандығы қалыптасып, өрлеу, құлдырау кезеңін бастан кешірді. 18 ғасырдың басында хандық жекелеген жүздерге де бөлінді. Хандықтың жер аумағы сан мәрте өзгерді. Соған қарамастан қазақ этносы Ертістен Сырдарияға дейінгі, Жайық алқабынан Тянь-Шаньға дейінгі қонысы өзгеріссіз сақталып қалды. Міне балалар, орта ғасырлар кезеңінде біз 3 кезеңге бөліп қарастырдық. Осы 3 кезең бойынша алдағы уақытта сіздермен жеке танысып, олардың аумақтары мен өмір сүрген уақыттарын, саяси және әлеуметтік экономикалық жағдайлармен танысасыздар. Енді біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз бойынша сіздерге бекітілу тапсырмалары беріледі. Бұл тапсырмада бірінші ежелгі дәуір және ерте орта ғасырлардағы Қазақстан карталарын салыстырасыздар. Нөмірі 1 және нөмірі 2 картада қандай мәліметтер белгіленген? Нөмірі 1 және нөмірі 2 картада қай кезеңдер белгіленген? Картада саяси өзгерістер болды ма? Бөлсе қандай өзгерістер болды? Картада не өзгеріссіз қалды? Яғни осыларға нақты дәлелдермен келтіріп жазуларыңыз керек. Төменде берілген дескрипторға сүйене отырып тапсырмаларды орындайсыздар. Екінші тапсырма. Екінші тапсырма бойынша берілген сұраққа мән бере отырып, дескрипторға сүйене тапсырмаларды орындап шығасыздар. Екінші тапсырмада Қазақстан тарихында орта ғасырлар кезеңінің қандай негізгі ерекшеліктері бар екенін анықтай отыра, қандай өзгеріске түскенін, айырмашылығы мен ұқсастықтарын дәлелдер келтіре отырып жазып шығасыздар. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада термин сөздер берілген. Бұл термин сөздерге ғаламтор желісін оқулықты пайдалана отыра, берілген терминдердің тұсына мағынасын іздеп, жазып шығуларыңыз қажет. Енді бүгінгі сабағымыздың аясында рефлексия бойынша сіздер берілген сұрақтың толтыруларыңыз қажет. Енді бүгінгі біздің сабағымызды орындайтын тапсырмаларыңыз бойынша электрондық түрде тапсырмаларды орындап болғасын жіберулеріңіз қажет. Яғни сіздермен біз кері байланыс орната отыра қателіктермен жұмыс жасауымыз қажет. Сол себептен де сіздерден мен кері байланыс күтемін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.